мүгедек күйеу. Мектеп бітірген соң ауыл жастарының арманы біреу еді. Қалаға кету. Үлкен оқу, үлкен өмір, үлкен мүмкіндік. Ауылдың шаң басқан көшесінде жүріп ақ, бәрі өздерін болашақтың ортасында елестетеді. Марал да, Аян да сол арманның жетегінде өскен. Тамыздың соңғы күні. Теміржол вокзалы адамға толы. Біреулер жылап қоштасып жатыр, біреулер күліп, суретке түсіп әлек. Чемодан, сөмке, дорба бәрі аралас. Марал анасының құшағынан әрең босады. Қызым, қайда жүрсең де өзіңді жоғалтпа, деді анасы. Марал басын изеді, көзінде жас бар, бірақ ішінде қалаға деген құштарлық. Аян әкесінің алдында үнсіз тұрды. Әкесі көп сөйлемейтін адам еді. Еркек бол балам, артыңда ауыл бар, деді қысқа ғана. Пойыз қозғалғанда екеуі екі вагонда отырып бір қалаға бет алды. Бірақ ол кезде тағдыр оларды бір-біріне байлап қойғанын ешқайсысы білмейтін. Қала, басқа әлем, биік үйлер, тоқтаусыз ағылған көлік, адамдардың асығыстығы. Алғашқы күндері екеуі де жоғалып кеткендей күй кешті. Университеттің алғашқы аптасы, жатақхана, ортақ ас үй, ұзын дәліз, түнгі шу. Бір күні кешкісін ауылдан келген бір топ студент шай үстінде танысып отырғанда есік ашылып, ішке Марал кірді. Қарапайым киінген, бірақ өзіне жарасымды. Ұзын шашы иығына төгіліп тұр. Күлгенде оймақтай шиқыры пайда болды. Бұл Марал, біздің ауданнан, деді бір қыз. Аян сол сәтте сөзден шаңылды. Қыздың жүзіне қарап отырып, шәйін де ұмытты. Сол күннен бастап оның студенттік өмірі екіге бөлінді. Сабақ және Марал. Марал ашық мінезді, қылығы тәтті, бірақ жүрегіне ешкімді оңай жолатпайтын қыз еді. Қалаға келген соң өзін еркін сезіне бастады. Жаңа орта, жаңа таныстар. Аян болса сабырлы, сабаққа уақытында барады, кітапханаға жиі келеді, ауылдан келгенін ұмытпайды. Бірақ Маралға келгенде оның да жүрегі баладай. Ол Маралды сабақтан кейін аялдамаға дейін шығарып салады. Қыста қолынан қолғап кигізіп береді. Сессия кезінде түнгі 3-ке дейін отырып конспект түсіндіреді. Сен неге маған осынша көмектесесің, дейді бір күні Марал. Өйткені сен шаршамауың керек, деп қысқа жауап берді Аян. Марал оған дос ретінде бауыр басып қалды. Қалада сенімді адамның болғаны жақсы ғой. 3-ші курста Аян сезімін ашық айтты. Университет ауласында көз, сары жапырақтар аяғының астында сытырлайды. Марал, мен сені жақсы көремін, деді ол. Марал үнсіз тұрды. Оның жүрегі дүрсілдеген жоқ, бірақ Аянның көзіндегі шынайылықты көрді. Сен өте жақсысың, Аян, бірақ мен сені дос ретінде ғана көремін, деді. Бұл сөз Аянды тоқтатпады. Керісінше, ол күте түсті. Оқу бітті, екеуі де қалада қалды. Армандарын ауылға апармай осында іске асырмақ болды. Аян құрылыс компаниясы инженер болып кірді. Таңнан кешке дейін жұмыс, шаршау, бір шағым жоқ. Марал сұлулық салонына жұмысқа тұрды. Әдемі киінген адамдар, әңгіме, жеңіл күлкі. Бұл орта оған ұнады. Аян оны күнде күтіп алады. Қаланың жарық көшелерінде бірге жүреді. Марал кейде ойланып кететін. Мен оны сүймеймін ғой. Бірақ онсыз да өмірімді елестете алмаймын. Туған күн, достар жиналған кеш, әуен, шам, күлкі. Кенет Аян ортаға шықты. Қалтасынан сақина алып тізерлеп отырды. Марал, мен сенсіз өмір сүргім келмейді. Маған тұрмысқа шық, деді. Бәрі шулап кетті. Маралдың жүрегі қысылды. Жоқ десе ұят, я десе белгісіз тағдыр. Ол айналасына қарады. Достары күліп тұр. Аянның көзі үмітке толы. Я, деді ақырын. Сол сәттен бастап олардың өмірі ортақ арнаға түсті. Үйлену тойы өтті. Алғашқы жылдары бәрі жақсы сияқты еді. Жалдамалы пәтер, жиһазды бөліп алу, несие, таңғы шай, кешкі ас, демалыс күнгі базар. Бірінші бала дүниеге келгенде Аян перзентхана алдында түнеді. Ұлын қолына алғанда өзін әлемдегі ең бақытты адам сезінді. Марал да бақыт деді. Бірақ ана болу оңай емес, ұйқысыз түндер, үй тірлігі, өзіне уақыт жоқ. Екінші бала туған соң Марал мүлде шаршады. Айнаға қараса, баяғы студент қызды көрмейді. Ал Аян бұрынғысынша жақсы көреді. Бірақ ер адамның махаббаты көбіне үнсіз ғой. Бір күні салонға жаңа клиент келді. Өзіне сенімді, сөзге шебер,
қалталы ер адам. Маралға: «Сіздің көзіңізде мұң бар», деді ол бірде. Осы сөз Маралдың жүрегін қозғады. Үйде оны ешкім «сен шаршадың» деп айтпайтын сияқты көрінетін. Аян барын салады, бірақ оның ішкі әлемін аңғармайтындай сезеді. Кофе, әңгіме, кездесу. Марал өзін қайта әйел сезінді. Аян да әйелінің өзгергенін сезді. Түнде арқасын беріп жатады, телефонын құшақтап жүреді, күлімсіреуі басқа. Іштей күрсінді. Ол бір күні бәрін көрді. Сол сәтте оның ішіндегі бір нәрсе сынып кетті. Жолда көлігін қатты айдап келе жатып, апатқа ұшырады. Аурухана, ақ қабырға, дәрігердің суық дауысы. Бел омыртқасына зақым келген, жүруі екі талай. Маралдың әлемі төңкерілді. Кінә, қорқыныш, өкініш бәрі қатар келді. Аян ештеңе демеді. «Мен сені көрдім», тағы басқа демеді. Іштей тастап кетпесе екен деді. Үйге арбамен оралды. Бұрын тірек болған еркек енді тіреуді қажет етті. Марал сырт көзге адал жар болды. Күтті, жуындырды, тамақ берді. Ал ішіндегі сезімдер күрделеді. Жан ашу ма, өкіну ме, әлде баяғы жоғалған махаббат па? Балалар әкесінің жанында өсті. Бір күні түнде Аян қабырғаға сүйеніп тұрып жастық жасай бастады. Құлады, қайта тұрды, бірақ тоқтамады. Айлар өтті. Бір күні ол аяғына тұрды. Жалғыз өзі. Қуанды, жылады. Бірақ ешкімге айтпады. Себебі қорықты. Ол іштей ойлайтын: егер толық сауығып кетсем, Марал кетіп қалады. Бірақ шындық түбі ашылды. Бір күні Марал оның аяғында тұрғанын көрді. «Аян, сен неге жасырдың?» деді. «Сен мені аяп қалдың, Марал. Ал мен сүйіп қалғаныңды қаладым», деді Аян. Бұл сөз Маралды өртеді. Кешкі уақыт еді. Үй іші тым-тырыс. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Балалар оқуға кеткен. Үлкен үйде екеуі ғана. Бір кезде арман толы болған шаңырақта енді үнсіздік қана қалған. Марал ас үй үстелінің жанында шай құйып отырды. Аян терезе алдында тұр. Аяғына толық тұрғанын біраз уақыт өтсе де, іштегі салмақ жеңілдемеген. Бүгін ол шешім қабылдаған. «Марал», деді жай ғана. Марал оның даусынан біртүрлі мұң сезді. «Иә». Аян орындықты тартып қасына отырды. Бұрынғыдай тік қарап сөйлей алмай, көзін төмен салды. «Мен саған бір нәрсе айтуым керек». Марал үнсіз тыңдап отыр. «Мен сені сол күні көрдім». Маралдың қолындағы кесе дір ете түсті. «Қай күні?» «Жол апатынан бұрын, сен басқа адаммен тұрған кезіңде». Үй іші ауыр тыныштыққа толды. Маралдың көзіне жас толды. «Неге? Неге айтпадың?» Аян ащы жымиды. «Айтсам не өзгерер еді? Сен бәрібір мені сүймей тұрмысқа шықтың. Мен оны басынан ақ білетінмін». Марал басын шайқады. «Жоқ, олай емес». «Жоқ, Марал», деді Аян сабырмен. «Сен мені ешқашан сүйген жоқсың. Сен тек менің қамқорлығыма үйрендің. Мен соны да бақыт деп санадым». Оның даусы дірілдеп кетті. «Мен сені қинап қойдым. Сүймейтін адамыңмен өмір сүруге мәжбүр еттім. Кешір мені, Марал». Марал жылап жіберді. «Аян, сен не айтып отырсың? Егер кеткің келсе, мен сені ұстамаймын. Сенің бақытты болуға құқығың бар. Мен сені босатамын, Марал», деді Аян. Бұл сөздерді айту оған оңай болған жоқ. Әр әріп жүрегін тіліп өткендей. Марал орнынан тұрып, оның жанына келді. «Сен мені босатамын дейсің бе? Ал менше, мен өзімді ешқашан кешіре алмай жүрмін». Аян үнсіз. «Иә, мен қателестім. Мен әлсіз болдым. Бірақ сен апатқа түскен күні мен бәрін түсіндім. Сенсіз өмірдің бос екенін түсіндім. Сен арбада отырғанда кетпедім. Себебі жаным ашығаннан емес». Ол Аянның қолын ұстады. «Себебі мен сені жоғалтудан қорықтым». Аян алғаш рет оның көзіне тік қарады. Бұл аяныш емес пе? Жоқ, басында мүмкін аяныш болған шығар. Бірақ уақыт өте, мен сенің қандай адам екеніңді қайта таныдым. Сен үндемей бәрін көтердің. Мені кінәламадың. Мен сондай еркектен қалай кетемін?» Аянның көзіне жас келді.
Бірақ сен бақытты емессің ғой, Марал. Марал басын шайқады. Бақыт дайын күйінде келмейді, біз оны өзіміз құрамыз. Біз басынан қате бастадық. Бірақ соңында қате болуы міндетті емес. Ол терең демалды. Егер мені шын босатқың келсе, онда өткенді босатайық. Бір-бірімізді емес. Аян үнсіз қалды. Мен кеткім келмейді, деді Марал анық. Мен осы үйде, осы шаңырақта қалғым келеді. Бірақ аянышпен емес, шын ниетпен. Тағы бір мүмкіндік берші. Аян Маралдың қолын қатты қысты. Мен сені әлі де жақсы көрем, деді ақырын. Бірақ қорқамын. Мен де қорқамын, деді Марал. Бірақ бірге қорқысақ, жеңіл болады. Сыртта жаңбыр сіркірей бастады. Терезеге тамшылар тиді. Сол сәтте екеуі алғаш рет ұзақ сөйлесті. Өткенді, өкінішті, ренішті түгел ақтарды. Айқассыз, шындықпен. Бұл түн олардың тағдырын қайта жазған түн болды. Марал кетпеді. Ал Аян алғаш рет өзін босатқандай сезінді. Әйелін емес, ішіндегі ауыр өкпені. Кейде махаббат бірден келмейді. Кейде ол күйреп барып қайта тұрады. Ең бастысы, кетпеуге шешім қабылдау. Құрметті тыңдарман, аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.